Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол ұқыпты оқушы. Жаңа сабақтың тақырыбымен таныс болдыңыздар. Енді жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Ұқыпты, ұқыпсыз, көтер, өз. Оқылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма, 46-шы бет. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Біздің мектепте сыныптағы ең ұқыпты оқушы байқауы болды. Әділқазылар біздің кітап, дәптерімізді тексерді. Әлібек сыныптағы ең ұқыпты оқушы байқауының жеңімпазы болды. Ол өте ұқыпты. Ол кітаптарын өзі қаптайды. Інісіне көмектеседі. Оның сөмкесін көтереді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Мектебіңде сыныптағы ең ұқыпты оқушы деген байқау бола ма? Екінші сұрақ. Сыныптағы ең ұқыпты оқушы кім? Үшінші сұрақ. Сенің кітап, дәптерлерің таза ма? Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Бірінші сұраққа жауап береді 1 балл. Екінші сұраққа жауап береді 1 балл. Үшінші сұраққа жауап береді 1 балл. Жазылым тапсырмасы, 2-ші тапсырма, 45-ші бет. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Қажетті сөздер сабаққа, көп, Әлібек. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Бірінші сөйлемге, екінші сөйлемге, үшінші сөйлемге қажетті сөздерді қояды. 1 балдан. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.